Сәлем достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен алмамызды, оның үстіне жұмыртқамызды, тауықтың етін, ананасымызды ұсақтап турап, және де дәміне қарай тұз, майонезін қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қажет заттардың барлығын алдын ала турап дайындап алдым. Салатымызды жақсылап араласып болғаннан кейін ыдысымызға салып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Каналымда бұдан да басқа түрлі рецепттер бар. Міндетті түрде тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Қыздар, біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздермен болған Жансая ас болсын.